Құрметті әріптестер, жуырда мемлекет басшысы экономиканы либерализациялау мәселесін өз қолына алып, арнайы жарлыққа қол қойды. Бұл өте ірі әлі батыл шешім екені анық. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Кемелұлы 2029 жылға қарай ұлттық экономиканы 2 есеге өсіру межесін белгіледі. Осыған орай үкімет пен билік үшін алдағы 6 жылдық күн-түнсіз жұмыспен қажетті шешімдер қабылдайтын кезең болмақ. Десе де экономиканың жай-күйін бейнелейтін бірқатар көрсеткіштер әлі де көңіл көншітпейді. Мәселен, елімізде жұмыс істейтін 10 миллион адамның 9 миллионда несие бар болса, ал борышкерлер реестрінде қарызы бар жеке тұлғалардың саны 3,5 миллион. Сондай-ақ тұтынушылық несие көлемі 2022 жылы 13,2 триллион теңге болса, 23 жылдың қорытындысы бойынша 18,2 триллион теңгені құрап отыр. Яғни бір жылда несие алушылардың сомасы 5 триллионға өскен. Бұл цифрлар халықтың қарызға өмір сүріп жатқанының нақты белгісі. 18 триллион теңге көлеміндегі тұтынушылық несие еліміздің жылдық бюджетінің 78%-на пара-пар. Бұл несиелердің уақытылы төленбеуі еліміздің қаржы жүйесін бір күнде техникалық дефолтқа алып келуі мүмкін. Бұл бір. Екінші, 23 жылғы бюджет қаражатының 489 миллиард теңгесі тиімсіз жұмсалған. Оның ішінде 70 миллиард теңге игерілмеген, 87 миллиард теңге қазыналық шотта қалып қойған. Ең өкініштісі бұл жылдан жылға қайталанып келеді. Бұдан бөлек ел болып табатынымыз 14,5 триллион теңге, ал жұмсайтынымыз шамамен 23 триллион. Яғни 35% мемлекеттік бюджет қарыздан және қордан құралып отыр. Бұл өте қауіпті құбылыс, яғни қаржылық баланс жоқ. В-третьих, по-прежнему 40% доходов государственного бюджета Казахстана формируется за счет природной ренты и зависит от нефтяных доходов. Запланированная доходная часть бюджета в 2023 году по налоговым поступлениям исполнена только на 90%. Например, не поступили в бюджет более триллиона тенге от корпоративного подоходного налога. Получается, наше правительство живет детскими мечтами. Если у правительства не сможет четко запланировать и по итогам выясняется о нехватке целого триллиона тенге, то это говорит о провале экономической, бюджетной и фискальной политики правительства. 1 триллион это не 10 и даже не 100 миллиардов тенге. Кроме того, долг правительства перед бизнесом по возврату НДС составляет более 1 миллиарда долларов. Данные показатели говорят о слабом планировании в администрировании со стороны правительства. В-четвертых, президент дал конкретное поручение создать до 2029 года 3,3 миллиона новых рабочих мест. То есть ежегодно не менее 470 тысяч человек должны быть трудоустроены. Но несмотря на то, что 40% государственного бюджета уходят в социальную сферу, около 80% создаваемых новых рабочих мест являются временными. Здесь бы я хотел привести пример для правительства. Например, система Яндекс оказалась намного эффективнее в трудоустройстве, чем все государственные программы занятости. По неофициальным данным, в данной системе работает более 700 тысяч казахстанцев, которые по итогам 2023 года заработали порядка триллиона тенге, а сам Яндекс порядка 400 миллиардов тенге. Кроме того, данной системой пользуются уже более 12 миллионов казахстанцев. Только один пример показывает всю суть и слабость правительства по обеспечению занятости. Коллеги, что я могу сказать? Учитесь у Яндекса. В-пятых, около 40% ВВП Казахстана составляет квазигоссектор. При этом глава государства поставил четкую задачу по сокращению доли государства в экономике. Однако по итогам года данная цифра снизилась менее чем на 1%. Также не претерпела существенных изменений политика закупок субъектов квазигоссектора. В 2023 году из 6 триллионов 600 миллиардов тенге объема госзакупа доля закупа способом из одного источника составила около 2 миллиардов тенге или 25% от общего объема. Получается, в рыночной экономике мы до сих пор без конкурентной среды, без участия добросовестного бизнеса распределяем триллионы тенге государственных средств решением группы руководителей. Кроме того, трансфер из Нацфонда в размере более 2 триллионов тенге уже потрачен правительством в этом году. Нас пугают опасения о том, что при утверждении нового трехлетнего бюджета осенью правительство вновь запросит новый многотриллионный трансфер. В-шестых, налицо неэффективное распределение финансовых средств в отрасли здравоохранения. Фактически отрасль монополизирована фондом социального и медицинского страхования, который выделяет финансы, проводит тендеры, экспертизы, проверки, накладывает штрафы. Все находятся в одних руках. При этом хронической болезнью отрасли остается несвоевременное финансирование и недофинансирование. Отсюда у медицинских учреждений возникли миллиардные кредиторские задолженности. Как результат, бесплатные медицинские услуги стали недоступны, а граждане во многом обращаются в платные частные клиники. В-седьмых, правительство, несмотря на большой аппаратный потенциал, затягивает и направляет в Мажилис сырые законопроекты, которые к тому же составлены в угоду интересов лоббистов. А депутаты вынуждены вычищать их и приводить в соответствие с поставленной президентом законодательной задачей. Например, проекты водного градостроительного кодексов, имеющие решающее значение в рамках перехода страны на экономическую модель, нами были взяты сырыми. А налоговый кодекс, определяющий главную фискальную политику государства, до сих пор не разработан. Келесі бюджет тапшылығын ұлттық қор есебінен жабу әлде тоқтамай келеді. Президент шешімімен биылдан бастап ұлттық қор балаларға жобасы іске асып келеді. Оның алғашқы сомасы балалардың есепшотына түсе бастады. Сондықтан бұдан былай ұлттық қор қаражатын арқа сүйеп, балалардың несібесіне қол салуды доғару қажет. Оған қоса ұлттық жобалардың орындалуында да олқылықтар кездеседі. Мысалы, мемлекет басшысының тапсырмасымен 22 жылдың қарашасынан бастап іске қосылған жайлы мектеп бұрын соңды болмаған бірегей жоба. Шетелдік озық тәжірибені жақсы меңгерген президенттің еліміздің жас өрендері Швейцария, Канада, Финляндия секілді елдердегідей халықаралық стандарттардағы үздік мектептерде білім алса деген ойын іске асыруға бағытталған жоба. Әйтсе де жайлы мектеп жобасы 3 рет қайта қаралды, саны да қысқарды, бастапқы межеленген 401 мектептен 369 мектепке дейін түсті. Яғни 32 мектеп қысқарып қалды. Сондай-ақ әрбір мектептің жобалық сметалық құжаттамасын дайындау шығыны 35%-ға өсіп кетті. Құрылысты тапсыру межесі де созылып келеді. Президенттің тікелей бақылауында тұрған осынау бірегей жобаны кешіктіру ауыл баласының болашағына балта шабумен бірдей деп есептейміз. Құрметті әріптестер, сөз басында бюджеттің атқарылуы бойынша бірқатар мәселелерге тоқталып өттік. Десе де былтыр әлем ішінде, еліміз ішінде күрделі жыл болғанын атап өткен жөн. Жаһандық геосаяси тұрақсыздықтарға, валюта нарығындағы ауытқулар мен дәстүрлі логистика регламент сақтаңыз. Депутат Бейсенбаевтың микрофонын қосыңыздар. Кешіріңіз, құрметті төраға. Соған қарамастан дегенмен қандай жетістіктеріміз бар? Біріншіден, инфляция көлемі былтырғымен салыстырғанда 2 есеге төмендеді. Бірақ әлі де 6-7%-дық дәлізге жеткізуді жоспарлауымыз қажет.
Екінші, 2023 жылдың қорытындысы бойынша ұлттық экономиканың өсімі 5,1% құрады. Дегенмен президенттің нар тәуекелге барып нақты белгіленген жылына кемінде 6% өсімді әлде қамтамасыз етуіміз қажет. Үшіншіден, республикалық бюджеттің халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелер толық көлемде орындалып келеді. Төртінші, еліміздің өнеркәсіп саласында үлкен орны бар ArcelorMittal теміртау компаниясы мемлекетке қайтарылды. Бұл да үлкен жеңістердің бірі. Бесіншіден, заңсыз иемденген активтерді мемлекетке қайтару жұмысы табысты іске асып келеді. Шамамен одан түскен 1,5 триллион қаражатқа әлеуметтік нысандар салынуда. Жоғарыда айтылған ескертулерді және үкіметтің жасаған кейбір жетістіктерін ескере отырып, Аманат фракциясы үкіметтің осы жылғы бюджетінің игерілу туралы есебін қабылдауға шақырады. Рахмет.